айтсаңыз дейді тақырыбы қалыптастырушы бағалау. Қалыптастырушы бағалау, яғни біз бағалаудың, материалды бағалаудың екі түрі бар. Біріншісі қалыптастырушы, екіншісі жиынтық бағалау. Мен соның ішінде қалыптастырушы бағалауға келемін. Қарастыратын мәселелеріміз оқытушы бағалау кезеңінде қолданылатын мәселелер: кері байланыс беру, қалыптастырушы бағалау нәтижелерінің талдауы. Кері байланыс беруге кеңірек тағы да кеңірек тоқталамын. Кері байланыс пен рефлексияға. Ал енді қазіргі оқыту үшін бағалау кезеңінде қолданылатын мәселелер. Оқыту үшін бағалау дегеніміз бұл білім алушылар өздеріне оқудан қандай жағдайда, қандай сатысында тұрған, қандай бағытта даму керек, және қажеттілігіне қалай жету керек екенін анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу, түсіндіру үдерісі, түсіндіру процесі. Оқыту үшін бағалау. Яғни білім алушылар қандай бағытта тұр, қандай жерде тұр, дамудың қандай сатысында тұр. Бұл мәселе қандай? Бағалаудың өлшемдері. Бағалаудың өлшемдері оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету, оқушылардың өзіне оқуға белсенді қатысуы. Бұл өз кезегінде оқушылардың өзін-өзі бағалауға қатыстырады. Бағалау нәтижелерін ескере отырып оқытуды түсіндіру, бағалауды оқушылардың өзін-өзі бағалау мен қызығушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындау. Бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді. Яғни біз бағалаудың өлшемдерін білім алушы өзін бағалауға қатысуы. Оқушылардың өз оқуын қалай жетілдіру керектігін түсіну үшін өздері бағалай алуын қамтамасыз ету және өзара бағалау арқылы бірге оқитын оқушылармен бірлесіп жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Бұл не деген сөз? Ол қазір бізде өзіміздің бағалау, өзін-өзі бағалау, өзін бағалау, және мұғалімнің бағалау деп біз бағалаудың үш түрге бөлеміз. Бұл жерде өзін-өзі бағалау. Біз өздерін қалай бағалайды? Яғни қандай тапсырманы орындау барысында, мысалы керекті әдістер арқылы, яғни өзінің жинақтаған ұпайларын, жинақтаған стикерлер арқылы, және тағы да қоржын деген әдіс бар. Ол жерде жинақтаған асықтар арқылы өзінің қандай деңгейде, қаншалықты тапсырмаға жауап берген, тапсырманы орындағандарын, сұрақтарды жауап бергендігін сабақтың соңына дейін біліп отырады. Енді қалыптастырушы бағалау келсек, қалыптастырушы бағалау бұл оқушының күнделікті білім сапасы. Бұл кезде оған қойылмайды. Бұл күнделікті оқушының білім алушының жұмыс жасау. Бұл қалыптастырушы бағалауда, яғни артына қарай қалыпқа түсіру деген сөз. Күнделікті мақсатқа сай тапсырмаларды орындай отырып қалыпқа түсу. Яғни оны болашақта, келешекте өз өмірінде қолдана алу. Білім алудағы олқылықтарды күнделікті түзету. Яғни бірінші аялық біліміне қарай бірінші сабақта қандай мақсатқа жетті, және келесі сабақта сол мақсаттарды пайдалана отырып, және сол алған игерген дағдыларын, қалыптастырған дағдыларын пайдалана отырып, өзінің қателіктерін күнделікті түзей отырып, жаңа сабаққа, яғни жаңа мақсатқа жетті. Қорытынды бағалауда есепке алынбау. Қорытынды бағалауда есепке алынбау деген сөз, бұл қалыптастырушы бағалауда қойылмайды. Яғни формативті бағалау, терминмен айтқанда формативті бағалау, қалыптастырушы бағалау. Бұның негізгі критерийлері қандай?
оқыту мақсаты, бағалау критерий, табыс критерий, өзін-өзі бағалау және өзара бағалау, кері байланыс. Осы формуланы біз күнделікті жоспарда сақтап қалуымыз керек. Енді формативті бағалаудың шарттары қандай? Оқушылардың оқу мақсаттарын білу және түсіну. Формативті бағалауда оқу мақсаттарын білу және түсіну. Кері байланыстың тиімді тәсілін қолданылуы, өздігінен білім алуға деген белсенділіктің болуы, бағалау критерийлерімен таныс болу, өз жұмысына талдау жасай білу. Рефлексия. Қалыптастырушы бағалаудың шарттары, оқушылардың оқу мақсаттарын білу және түсіну деген түсінікті. Кері байланыстың тиімді тәсілін қолдану. Яғни кері байланыс. Кері байланыс ол қалыптастырушы бағалауда жүзеге асады. Кері байланыс бұл екі жақты байланыс деген сөз. Бүгінгі өткен сабақ қалай болды? Бүгінгі өткен сабақ мақсатына жетті ме? Бүгінгі өткен сабақ оқушыға қызықты болды ма? Бүгінгі өткен сабақ оқушыға қонымды болды ма? Бүгінгі өткен сабақтан оқушы не алды? Осы кері байланыс. Мұғаліммен бірге кері байланыс жасайды. Яғни мұғалім өткен тәсілдер арқылы оқушыдан бергенін алу деген сөз. Өздігінен білім алуға деген белсенділіктің болу. Мектепте 45 минут болса, 5 минутқа созылатын болса сабақ, соның 5 минутта ғана мұғалім бағдарлаушы, бағыттаушы, ал қалған уақытында тек қана оқушы жұмыс жасайды. Оқушының жұмыс жасау, оқушы өздігінен білім алуға дайын ресурстар бар, сол ресурстарды пайдаланып отырып, ары қарай оқушы өзі іздейді. Бағалау критерийлерімен таныс болу. Бізде мақсат белгілі болғаннан кейін, біз тапсырма орындау үшін бағалау критерийі міндетті түрде болу керек. Бағалау критерийін кім жасайды? Бағалау критерийін мұғалім күнделікті жоспарға жасайды. Жоспарда белгілейді. Бағалау критерийі болмаса, ол қандай мақсатқа жеткендігін және қандай тапсырма орындайтынын оқушы бейхабар болып қалады. Өз жұмысына талдау жасай білуі. Рефлексия. Рефлексия бір жақта. Бұл жерде айтып өтейін, кері байланыстың рефлексия көбінде осы мұғалімде шақтастырып бұл екі мәселе. Мысалы, қымыз жылының соңында, қысқа мерзімді жоспардың соңында кері байланыс дейді. Кері байланысқа жаңағы стикерлерді әртүрлі, маған сабақ ұнады, маған сабақ ұнамады деген сияқты. Сізге рахмет деп мұғалімге кері байланыс жасайды, деп көрсетеді. Бұны кейде рефлексияға да жасайды. Жоқ, рефлексияға бұл нәрсемен жатқызуға болмайды. Рефлексия бұл тек қана бір жақты ойлау. Бұл тек қана оқушының өздігінен ойлануы. Енді қалыптастырушы бағалауға қайтадан түсінік беріп өтсек, қалыптастырушы бағалау оқушы мен мұғалім арасында кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады. Яғни бұл кезде баға қойылмайды, оқушы мен мұғалім бағалауға дейінгі жиынтық бағалауға, яғни тоқсанның соңына дейінгі мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланыс етеді. Қалыптастырушы бағалауды қолдану үшін оқушыны өзін-өзі бағалауға үйрету керек, сонымен қатар топтық критериялық бағалау түрлерін қолдануға болады. Бұл қалай? Қалыптастырушы бағалауды қолдану үшін оқушыны өзін-өзі бағалауға үйрету керек. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушы өзін-өзі бағалауға үйренеді. Жиынтық бағалау кезінде ол өзін-өзі бағалау жүрмейді. Яғни біз қарап тұрсаңыздар, бұл жерде
қалыптастырушыда оқушының тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайды дейді. Оқыту үшін бағалаудың өлшемдері. Оқушыны ынталандыру, мадақтау, қолдау көрсету және шыдай таныту. Біз бұрынғыдай мұғалімдер мектепке барған кезде баланы ұрмаймыз, соқпаймыз. Ол ұрған сайын бала кері кетеді. Қазіргі уақытқа сай бұл бұрынғы бала қазіргі бала емес. Өздеріңіз де білесіздер, мектептің практикаға барған кезде де байқайсыздар. 5-ші сыныпта біз қалай болдық? 5-ші сыныптағы қазіргі баламен өзіңізді салыстыра алмайсыз. Олардың сөйлеуі еркін және тез қабылдағыш. Негативті нәрсені тез қабылдағыш. Сол үшін не істейміз? Баланы ынталандырып отырамыз. Балаға мадақтау, яғни баланы мақтап отырғанда да мақтаудың да өз жөні бар. Мақтап отырған баланы естіп кетпейтіндей мақтау, қолдау көрсету. Мұғалім психолог болу керек. Мұғалім әр баланың сана сезіміне кіру керек. Ол баланың мүмкін отбасы жағдайында кішкене қиындықтар бар шығар. Сол кезде қолдау көрсету керек. Ол оқымайтын баланы одан бетер оқымайтын болса, ол мектепте де, үйде де, балдардың арасында да қолдау көрмеген бала, ол ары қарай кері кете береді. Жылы шырай таныту. Жылы шырай таныту да осы. Біз қазір мұғалімдер нерв жүйелері ұстамайды деп баланы ұрсып та қояды, ұрып та қоюы мүмкін. Жоқ, баланың қабылдаулары әртүрлі. Болмаса жақсы оқитын баланы тек қана алға тарта берсе, ал жаман оқитын баланы одан бері кері жібере берсе, одан өзгермейді. Керісінше кетеді. Ал мүмкін сол оқымайтын баладан бір нәрсе шығуы мүмкін. Бізде өмірде қаншама мысалдар бар ғой. Сол үшін ол баланы туа бітті қабылдау қасиеттері, яғни дағдылары. Дағды мектепте қалыптасады. Дағды ол жүре пайда болады. Ал туа бітті қасиеттері олардың мүмкін қабылдаулары төмен болуы мүмкін. Бір бала бар, ерекше болуы мүмкін. Бірақ балаларды партаға отырған бала барлығын тең ұстаймыз. Бұл да қазіргі осы мадақтау, ынталандыру, балаға қолдау көрсету, осы жылы шырай таныту қазіргі бағалаудың ең негізгі өлшемдері болып табылады. Оқыту үшін бағалаудың түпкі нәтижелері. Оқыту үшін бағалаудың түпкі нәтижесі. Оқыту үшін бағалаудың түпкі нәтижесі. Біз баланы оқытуды қандай нәтижеге жетеміз? Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету. Оқушылардың өзіндік оқуға белсене қатысуы ретімен өзін-өзі бағалауы. Бұл жерде мысалы топтық, жұптық оқытудың түрлері арқылы біз барлық оқушыларды сабаққа белсене қатысуын қамтамасыз етеміз. Бағалау нәтижелерін ескере отырып оқуды түрлендіру. Оқуды түрлендіру деген дәстүрлі сабаққа қарағанда дәстүрлі емес. Қазіргі жаңа инновациялық әдістер. Бұл негізі инновациялық әдіс дегеніміз бұл әдістердің бұрыннан бар. Бірақ оның ақталмасын. Бірақ шеберлігіне қарай мұғалім әртүрліше қолданады. Сол бағаланы қызықтырады. Бізде мынандай сұрақтар туындап жатыр. Бұл
әдістерді қолдана беріп баланы жалықтырып алмайсыз. Жоқ, сіз бір сабақта 2 әдіс жетеді. 2 әдісті ғана қолдану керек. Бағалаудың оқушы қызығушылығы мен өзін-өзі бағалауына әсер етіп, білім алуды түбегейлі өзгертеді. Өзін-өзі бағалау нәтижесінде оқу қалай жақсарту қажеттілігін түсініп, сыныптастарымен бірлескен дағдыларын қалыптастыру. Бұл жерде топтық жұмыс арқылы, жұптық жұмыс арқылы оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасы, бірлесе отырып жұмыс жасауы, достық қарым-қатынасы сәл де болса, кішкене болса да нығая түседі. Және сол қамтамасыз етеді. Кері байланыстың негізгі 3 қызметі: түзету, реттеу, тұлғааралық қатынастарды реттеу, позитивті болу. Позитивті қалай болу? Яғни барлық оқушы өз ойын айта алады. Осы жерде оқушылар өз ойын айтуға дағдыланады. Қалыптастырушы бағалаудан кейін оқу нәтижелері. Күтілетін нәтижемен мұғалімнің шешімі сәйкес келеді. Рефлексия қолдану. Оқу нәтижелерін жету үшін дифференцияланған тапсырмалар беру. Оқу мақсатына жеткен оқушылар үшін қосымша тапсырма. Бұл не деген сөз? Қосымша тапсырма. Яғни біз деңгейлік тапсырма деген деңгейде оқыту деген бар. Бұл жерде бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей. Ол деңгейліктің тапсырмалары арттырылады. Және сонымен қатар ол топтың, және сол сыныптың оқушылары белсенді араласқан жаңағы ішінде мен сабақты орындап қойдым деген ерте орындап қойып, шапшаң қозғалатын оқушылар. Ол үшін мұғалімнің қосымша тапсырмасы дайын болу керек. Қосымша тапсырма міндетті түрде бар. Ол жұптық жұмыстарда, жеке тапсырманың ішінде де, және топтық жұмыстың түрінде де қосымша тапсырманы міндетті түрде сол сабақтың жоспарына сай, мақсатына сай дайындап қоюымыз керек. Ал енді мына мақсаттарды, бұл оқу мақсаттары жайлы келесі лекцияда